астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Саламатсыздар ма, құрметті қазақстандықтар, сіздермен бірге Жан Шыңғыс құрылып жатқан саяси Алаш партиясы. Бүгін 2021 жылдың 5 мамыр күні бізге тағы да бір қарапайым азаматшамыз, анамыз көмек сұрап келді. Құрметті қазақстандықтар, естеріңізге сала кетейік, біз Алаш партиясы тіркелмесек те 3 жыл бойы ең төменгі сатыда орналасқан, әлеуметтік жағдайы көтерілмеген, мұқтаждар естімейтін саяжай халқының мәселесін көтеріп жүрміз. Бұл саяжайдағы азаматтарымыз естімей қалған және де көмекке мұқтаж жандар. Көбінесе Алматы облысы бойынша, Қазақстан бойынша саяжайларда шетелден келген, оның ішінде Өзбекстаннан келген қандас бауырларымыз тұрады. Неге біз биліктің көңілін осы саяжайларға аударуын сұрап отырмыз? Себебі бұл саяжайдың азаматтары, халқы екінші сортты адамдар болып қалған, өкінішке орай. Мәселелері жергілікті атқарушы билік әкімдері шешпейді, себебі олар саяжай заңына итереді. Екіншіден, бұл кісілер төрағаларға тәуелді. Бүгін келіп отырған анамыз Амерова Алима Қазақстан Республикасының азаматы да емес, саяжай тұрғыны емес. Бірақ қазіргі таңда саяжайда тұратын жанашыр азаматтардың үйінде өмір сүріп жатқан, көмек сұрап келген азаматша. Осындай азаматшалар саяжайларда өте көп. Ең өкініштісі, бұл азаматтар арыз жазып, көмек сұрап та келе алмайды. Себебі бұл кісілер санда бар, сапада жоқ, тіркеуде жоқ. Не Өзбекстанда жоқ, не Қазақстанда жоқ. Азаматтықтарын алмаған, қолдарында тек қана Өзбекстанның құжаты бар азаматтар ауада қалып қойған. Бұл кісі 2002 жылдан бастап Қазақстанға Шымкент қаласына келген. Сол жерде ауыр жұмыс істеп, құрылыста күнін көрген, ешқандай құжат алмаған, азаматтық алмаған, жергілікті әкімшілік, атқарушы билік тарапынан көмек бермеген, Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жарлығымен 2000 жылдан бастап көшпеген ағайындарға берген квота алмаған. Одан кейін 2002 жылдан кейін Қарағанды қаласына барады, ауыр жұмыс істеп, сол жерде Қарағанды қаласында мәслихат депутатының үйінде мешіт салады. Мешіт салып жүріп, денсаулығына байланысты қатты көмекке мұқтаж болған кезде бұл кісінің ауыр халде осы Алматы облысы Емеш-Қазақ ауданына әкеліп тастайды. Сөйтіп, біз саяжай халқының мәселесін көтергендіктен әр емес, кейбір саяжайларда біздің белсенді азаматтарымыз бар. Оларға біз сауатты түрде жұмыс істеуді үйретіп, бірге белсенді болуды үйретіп, қоян-қолтық жұмыс істейміз. Сондай бір жанашыр белсенді азаматшамыз осы кісіні тауып, азаматтар көмек сұрап келгеннен кейін көмектескен, азық-түлікпен көмектесіп, өзінің үйіне алған тұруға. Содан осы 2021 жылдың наурыз айында маған хабарласып көмек сұрады. Жан мырза, осындай бір азаматша бар, Өзбекстаннан келген, ешқандай құжаты жоқ, жедел түрде операция керек, ота керек деп. Қазақстандағы ауруханаларда құжаты жоқ деп, ота жасатпай жатыр, не істейміз деп. Содан Алматы қаласында орналасқан Сұңқар мед орталығының генералды директоры Керімқұлов Қуаныш ағаға хабарласып, құжаты болмаса да сол кісі операция жасатып, отасы сәтті өтті. Рахмет айтам Керімқұлов Қуаныш ағаға. Одан кейін әйтеуір жүгіріп жүріп ЕЦП электронды цифрлық кілтін қолтаңбасын жасатты. Белсенді азаматтарға рахмет. Қазір бұл кісіге тағы да бір ота жасату керек. Бірақ бұл кісінің қолында қазір азаматтық жоқ. Әйтеуір көші-қон полициясына жүгіріп жүріп иін жасатты. Бірақ қазір азаматтығы жоқ, басқа құжаттары жоқ. Тұратын тұрғылықты баспанасы, панасы жоқ. Бұны не үшін мен видеоға түсіріп отырмын? Себебі қазір таңда билік өкілдері осындай саяжайда тұратын азаматтарға көңіл бөлу керек. Өйткені саяжайда тұратын азаматтардың мәселесі өте ауыр. Өте ауыр болғандығы соншалықты бұл кісілерге қазір таңда жедел түрде көмек керек, жүйелі түрде көмек керек. Біз 3 жылдың ішінде саяжайда тұратын азаматтардың мәселесін бәрін алақанға жайып көрсеттік. Шешу жолдарын көрсеттік. Енді күтетін уақыт жоқ. Осындай азаматтарымыз өте көп. Тіркеуі жоқ, құжаты жоқ. Оларға біз көмектесуге міндеттіміз. Себебі олар шекарадан бізге өтті ма Қазақстанға? Онда біз осындай азаматтар үшін жауапкершілікті көтереміз. Алима апай, енді сіздің арызыңызды, тағдырыңызды естіп, оқып отырып жүрегім ауырды. Сіз білесіз, қазақ халқы өте бауырмал. Біз жанашырмыз, бәріміз әрбір қазақ жалғызым деп өмір сүреміз.
Енді сізге қазір сәйкестендіру номерін алды, бір отадан өттіңіз, осылай қалмайсыз деп сенемін. Сіз қысқаша айтсаңыз, қай жылы Қазақстанға келдіңіз? 2002 жыл келдіңіз ба? Иә, 2002 жыл келдім. Менің білуімше қазір денсаулығыңызға байланысты құлағыңызда да сіздің ауыртпалық бар, аппаратпен құлағыңыз дұрыс естімейді. Одан кейін қай жерде өмір сүрдіңіз? Кімнің қолында жұмыс істедіңіз? Не істедіңіз? Қарабалтыбайда малда болдым 7 жыл, Шайхмет аға деген кісінің қолында. 7 жыл малда жүрдім, повар болдым. Мал бақтыңыз, аспазшы болдыңыз. Аспазшы, Қаройда болдым. Құмның ішінде Қаройда 3 жыл болдым, аспазшы болдым. Малда жүрдім, малда бақтым, аспазшы да болдым. Малшыда болмаған кезде малда бақтым, 6 ай бақтым. Неге құжат жасап жатырдыңыз осы уақытқа дейін? Білмейміз, жолдарын білмейміз. Жоқ, білмейсіз, ешкім айтпайды. Барып көрдіңіз ба бір жерге құжат жасатуға? Бардыңыз ба? Бір жерге барып көрдіңіз ба құжатқа? Жоқ, барып көрген жоқпын да, адамдардан сүрістіремін бірақ. Адамдардан сұрасаңыз? Сұрасам, ауылдан шығып келу керек дейді, ол ауылдан шығуға менің жағдайым. Жолын білмейсіз, қалай келу керек, қалай алу керек білмейсіз, бірақ бері қарай өтіп алдыңыз, дұрыс па? Иә. Туыстарыңыз бар ма? Жоқ. Жасыңыз толық сіздің қазір қаншада? 51-де. 51 жастасыз. Некеде болған жоқсыз, балаларыңыз жоқ, туыстарыңыз жоқ. Қазір білуімше әр жерде жанашыр азаматтардың үйінде тұрып жатсыз. Тұрғылықты баспанаңыз жоқ, құжатыңыз жоқ. Иә, әр жерде тұрып жатырмын. Соңғы рет Қарағандыда болған кезде 2020 жылы кімнің үйінде болдыңыз? Үйінде емес, осы жерден бір таныстар арқылы повар керек деген мен еріп кеткенмін. 10 еркектің ішінде бір өзіммін. Сойда 3 этаж мешіт салдық. Мешіт салдыңыз. Кәдімгі мешітті. Мемлекет па әлде жеке адам мешіті? Ояғын білмедім бірақ. Жаңағы әкім маслихаттың депутаты дейді ғой, рас па? Иә. Маслихаттың депутаты салды дейді. Депутаттың әкесінің атына салынған Камзе мешіт. Камзе деген мешіт депутаттың әкесінің атына салынған. Сізге жалақыңызды берді ма? Жоқ. Тегін істедіңіз? 2 ай істеп келдік, бірден алған. Одан кейін қатты ауырдыңыз сол жерде? Ауырып келдім уже, ауырып келген қалдан ауыр жұмыстан. Иә, сол кезде осы жерде Абдрахманова Ғали деген кісі көмектесіп, әйтеуір өмір сүріп жатсыз. Иә. Енді қазір қандай тілектеріңіз бар Алаш партиясына? Қандай көмек сұрайсыз? Біріншіден сол ота жасатып емделсем, екіншіден маған баспана керек. Баспана. Әр жерде жүрмін, әр жерде баспанам жоқ, қиналып жүрмін, денсаулығым жоқ, жұмыс істейтіндей. Иә. Отаңызға байланысты сіз қазір электрондық қолтаңбаңыз жасатып алып келіпсіз. Енді заң бойынша электрондық қолтаңбаңызбен осы аталған 55-ші поликлиникада сізге көмектескен Қуаныш Керімқұлов азаматтың поликлиникасына тіркейміз. Одан кейін сол жерге алып барып, отаңызды жасатуға көмектесеміз. Екінші отаңызды, иә. Одан кейін сіз денсаулығыңызды сақтауыңыз керексіз. Аяғыңыздан тұрғаннан кейін, жұмысқа жарамды болғаннан кейін біз көреміз, қандай жұмыс қарастыруға болады. Иә. Денсаулығыма байланысты. Денсаулығыңызға байланысты ғой, сіз білесіз ғой. Қазір енді өкінішке орай карантин уақытында көп азаматтарымыз, өзіміздің Қазақстанның азаматтары да жұмыссыз қалып отыр. Ол рас. Баспанаңызға байланысты не айта аламын? Осындай баспанасы азаматтығы болса да Қазақстанда баспанасы жоқ адамдар өте көп. Сондықтан олар саяжайда тұрады. Осы біз мамыр айының 12-ші күні Емеш-Қазақ ауданында Есік қаласында әкімдікпен кездесеміз. Арнайы құзыретті органдармен осыған жауап беретін әртүрлі сұрақтар бойынша азаматтардың. Сол кезде осы сіздің мәселеңіз бойынша көмек беруге тырысамыз. Алла разы болсын. Иә. Сіз өзіңіз қазақсыз. Кіндік қаныңыз тамған Қазақстанға іздеп келдіңіз отаныңызға. Бірақ сізге негізі 2000 жылғы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы президент елбасының қаулысы бойынша квота беру керек болған. Енді өздеріңіз білмей жаттыңыздар, түсіндіретін адамдар болмай жатты. Енді оның бәрін қарастыру керек. Өзіңіздің қолыңыздан қандай жұмыс келеді? Барлығы келеді. Барлығы келгенде енді еңбекқормын былай қарап. Еңбекқорсыз, бірақ қазір денсаулығыңызды реттеп алуыңыз керек қой. Аспазшы болғанда жасы әзірлей аласыздар. Қазір енді арызыңызды жазыңыз, арызыңызды толықтырып, қазір маған жазып бересіз. Алаш партиясына біз құрылып жатқан партиямыз, біздің партия халықтікі, біздің негізгі мақсат осындай естілмей қалған қарапайым мұң-мұқтажы бар азаматтардың мәселесін көтеріп, шешіп, халыққа көмектесу. Осы видеоны Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің көші-қон министрлігіне жолдаймыз.
Біз де Алаш партиясының атынан 3 жыл бұрында ұсыныс бергенбіз. Қазіргі таңда осындай азаматтығын алмай жүрген адамдар өте көп. Оларды құжат жасау өте қиын. Себебі жемқорлық рискілері өте көп. Өте көп құжаттар сұрайды. Соның бәрін қысқарту керек деп ұсыныс жазғанбыз 2,5 жыл бұрын. Қазір тағы да партияның атынан ұсыныс жазамыз. Себебі қарапайым басқа елден келген азаматтар Қазақстанның заңдарын біле бермейді. Екіншіден, көп жерде азаматтығын жасамау үшін әртүрлі сылтаулар ойлап тауып жемқорлық рискілері күшейіп жатыр. Ол рас, Қазақстанның түбіне жетіп отырған жемқорлық ол бар, оны мойындауымыз керекпіз. Біздің өзіміз Алматы облысы Іле ауданында Жомарт саяжайының азаматтарына азаматтық алып беріп жүрген кезде өзіміз де көп қиындықтармен ұшырастық. Сондықтан да біз бір жұдырыққа жұмылып халықтың мәселесін шешуге кірісуіміз керекпіз. Жиналыстар емес, халықпен бірге. Себебі елімізде осындай бір азамат бар кезде бізге мұқтаж. Біз отыра алмаймыз тектен-тек. Біз халыққа көмектесуіміз керекпіз. Міне бүгін бізге Амерова деген Алима Кетпенбаевна азаматшамыз келіп отыр көмек сұрап. Бұл біздің бірінші де соңғы азаматымыз емес. Күнде осы Алаш партиясының штабына, Алматы қаласына, облыстан, қаладан азаматтар келіп жатыр. Өте күрделі мәселелермен келіп жатыр. Көптеген шешілмей жатқан мәселелермен. Олардың бәрі бізге дейін арнайы құзыретті органдарға барған, партияларға барған, Отан партиясына барған, бірақ көмек ала алмаған. Сондықтан біз қазір осы азаматтардың мәселесін шешуге қызу кірісіп жатырмыз. Рахмет сіздерге, құрметті қазақстандықтар. Сіздермен болған Алаш партиясы, әрбір қазақ менің жалғызым, және де әрбір Қазақстанның азаматы лайықты өмір сүрмей, біз тыныш ұйықтай алмаймыз. Күшіміз бірлікте, ауызбірлікте болыңыздар, және де көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу болсын. Рахмет.